қош келдіңіздер. Бүгін біз көзге көрінбейтін, бірақ тіршіліктің негізі болып табылатын жасуша әлеміне саяхат жасаймыз. Бұл жай ғана құрылым емес, бұл өзара үйлесіп жұмыс істейтін тірі жүйе. Ядро мырза, таныстыруды сізден бастасақ. Қуана, барлық басқару осы жерден басталады. Мен жасушадағы барлық ақпаратты сақтаймын және оның жұмысын басқарамын. Энергия керек пе? Онда мен дайынмын. Міне, жасушаның қуат көзі. Мен қоректік заттарды энергияға айналдырамын. Сол энергиясыз жасуша өмір сүре алмайды. Энергия бар екен, онда ақуыз жасауға кірісейік. Керемет, жұмыс басталды. Мен жасушаға қажетті ақуыздарды құрастырамын. Әр органоидтың өз міндеті бар. Барлығы бірігіп қана тіршілікті қамтамасыз етеді. Енді әр органоидтың қызметін тереңірек қарастырайық. Ал енді жасуша ішіндегі тасымал мен өндіріске жауап беретін күрделі жүйеге назар аударайық. Бұл эндоплазмалық тор. Ол жасушаның ішкі жолдары сияқты жұмыс істейді. Менің бетімде рибосомалар орналасқан. Біз бірге ақуыз синтездейміз. Демек, сен ақуыздарды тасымалдауға көмектесесің бе? Дәл солай. Біз оларды келесі бөлімге жеткіземіз. Ал енді дайын өнімдерді өңдеп, сұрыптайтын орталыққа барайық. Мен Golgi аппаратымын. Ақуыздар мен липидтерді өңдеп бағыттаймын. Міне, жаңа ақуыздар дайын. Жақсы, мен оларды қажет жеріне жіберемін. Ал тазалықты мен қамтамасыз етемін. Жасушаның қауіпсіздігі сенің қолыңда. Мен қажетсіз заттарды ыдыратып, жасушаны тазартып отырамын. Міне, осылайша органоидтар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Барлық органоидтар осы ортада қозғалып, бір-бірімен әрекеттеседі. Бұл цитоплазма. Цитоплазма жасушадағы барлық химиялық үдерістер жүретін негізгі орта. Ал енді жасушаны сыртқы ортадан бөліп тұрған маңызды шекараға назар аударайық. Мен жасушаны қорғаймын және қандай зат кіріп шығатынын реттеймін. Сен болмасаң, жасуша тіршілігін сақтай алмайды екен. Дәл солай, тепе-теңдік менің басты міндетім. Кейбір жасушаларда заттарды сақтауға арналған арнайы құрылымдар да болады. Жасушадағы барлық құрылымдар бір жүйе ретінде жұмыс істейді. Энергия дайын. Ақуыз синтезі жүріп жатыр. Осы үйлесімді жұмыс жасушаның тірі болуын қамтамасыз етеді. Енді осы білімді жинақтап, қорытынды жасайық. Енді жасушадағы барлық органоидтардың рөлін қайта қарастырып, негізгі қорытынды жасаймыз. Мен ақпарат сақтаушымын. Барлық әрекеттер менің бақылауымда. Мен жасушаның энергия көзімін, тіршілікті қамтамасыз етемін. Мен ақуыз синтезін жасаймын, жасушаның құрылысын қолдаймын. Мен ақуыздарды тасымалдаймын және оларды қауіпсіз жеткіземін. Мен өнімдерді сұрыптап, жасушаның қажетті жеріне жеткіземін. Мен қажетсіз заттарды ыдыратып, жасушаны таза ұстаймын. Цитоплазма мен мембрана бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Жасушаны қорғайды және тіршілігін сақтайды. Бәріңіз бірлесіп, жасушаның тіршілігін қамтамасыз еттіңіздер. Иә, біздің қолымыздан бәрі келеді. Міне, осылайша әр органоид бір тұтас жүйе ретінде жұмыс істейді. Осы білімді есте сақтаңыздар. Әр органоид өз қызметін атқарады. Бірге олар тіршілікті қамтамасыз етеді.